Сәлем достар, сіз әдеттегідей жақсы болады арнасындасыз, сіздермен жақсы болады. Каналда бұрын соңды болмасаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын алтын саусақтарыңызбен басып кетіңіздер. Бүгінгі шығарылымда Жириновский СССРді қайтарып, барлығымызды Ресейдің астына кіруге шақырып жатыр. Түсінемін, Жириновский сайқымазақ, бірақ ол Путиннің қалтасындағы қаруларының бірі. Сол бәлекеттің арқасында біраз айта алмай жүрген ойларын жұртшылыққа жария етіп жүр. Екіншіден, қазақ халқының тарихындағы ең үлкен позор Астана ЛРТ не болып жатыр? Хабар бар ма? Кеттік. Өткен аптада қазақстандық әлеуметтік желілер қайғылы Астана ЛРТ мен Қытайдағы трансокеандық көпірді салыстырып, Астана ЛРТ мұңын тағы еске алды. Қытайдағы мост, не мост десеңіздер? Цзясин мен Нинбо қалаларын байланыстыратын әлемдегі ең ұзын трансокеан көпірі. Көпірдің ұзындығы, назар аударыңыз, 55 шақырым. Бұған дейін екі қала арасындағы жол 6-7 сағат алатын. Қазір бір қаладан екінші қалаға жарты сағатта жетуге болады. Құрылысшылар көпірге гарантия берген. Олардың айтуы бойынша бұл көпірмен 120 жыл бойы еш уайымдамай пайдалануға болады. Бұл көпірдің құрылысына 420 мың тонна металл жұмсалған. Түсінуге жеңілдеу болу үшін металдың тура осы мөлшеріне 60 Эйфель мұнарасын салуға болатындығын атап өту қажет. Көпірдің 6-7 шақырымы мұхиттың астымен өтеді. Мықты ма? Келісемін. Енді өзіміздің Астана ЛРТ-ға келейік. 2011 жылы құрылысы басталған Астана ЛРТ әлі де салынып біткен жоқ. Жоғарыда айтып өткен қытайлық мост 5 жылда салынғанын ескертемін. Наглядно о проблемах качества планирования свидетельствует проект легкорельсового транспорта в городе Нур-Султан. Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения вида транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта. По данным Акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2000 человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз, мне непонятно. Есть риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на правительство, на государство в целом. Кстати говоря, и мы все знаем, 100 миллиардов долларов, то есть тенге, часть китайского кредита в Астана-банк, они все уже аллахор пропали. 2013 жылы Астана ЛРТ жобасы қымбат деп тоқтатылған болатын. 2015 жылы жұмыстар формально қайта жалғасады. Жобаға 200 миллион ақш доллары бөлінген болатын. Қасым-Жомарт Тоқаевтың ашуынан кейін оптимизация жасалып, жобаның жалпы құндылығы 1 миллиард 45 миллионға дейін төмендетілді. Астана ЛРТ ұзындығы 22,5 шақырым, аялдама саны 18, позор көрсеткіші 100%. Сонымен ағайын, біз ЛРТ-ны ұмытқан жоқпыз. Күнде көшеде кетіп бара жатып, Т әріптерін көрген сайын топастық монументін көрген секілді боласың. Мемлекет басшысы айтқандай, бұл жоба өзін-өзі ақтамайды. Бұл сөздермен біз толықтай келісеміз. Енді не істеуге болады? Мына топастық монументін қалай пайдалансақ болады? Біздің нұсқалар келесідей. Жастарға арналған жаңа шығармашылық граффити бекеттері ретінде керемет үйлеседі екен. Кореядағыдай үй жоқтарға, жас отбасыларға экономды кішкентай бокстар салуға болады. 2 немесе 3 адамдық болса да, тар болса да, бастысы өз үйің болады. Болмаса, хостел ұйымдастырып, қала қонақтары, саяхатшылар мен туристер тұратын кішігірім отельдер комплексі болса да жарай береді. Үшінші нұсқа қала ортасындағы саябақ. Топастық монументтерінің арасына гүл, ағаш отырғызып, орындықтар қойып, әлемдегі ең ұзын саябақ жасасақ та болады. Менің фантазиям осымен тоқтады. Сіздерде қандай идея бар? Өз ойларыңызды комментарийге қалдырыңыздар және бұл видеоны барлық достарыңызға жіберіңіздер. Бұл мәселені ұмытқан жоқпыз. Бұл жайлы айта берсек шешімін міндетті түрде жақын арада тауып тағалар. Жириновскийдің айналасындағы шу Қазақстандағы коррупция секілді қалыпты жағдай екендігі белгілі. Жириновский жайлы осыған дейінде выпуск шығарған болатынмын. Міне жоғарыда сол выпускке сілтеме түсті. Басып, көріп, ашуланып комментарийде өз ойыңызды қалдыра берсеңіз болады. Алдыңғы аптада ЛДПР партиясының төрағасы депутат Владимир Жириновский, назар аударыңыз, цитата, алдымен Совет үкіметі республикаларға бөлінді.
қатаң саяси режимнің арқасында 70 жыл бойы барлығын бірге ұстап отырдық. Ал соңғы 30 жыл сол мемлекеттер біздің орбитада қалады деген оймен арпалысып жатырмыз. Қолдан келмей жатыр. Қатаң әрекет етіп СССРді қайтару керек. Бірақ саяси режим ретінде емес, жерлерді қайтару керек. Ешқандай республикалардың керегі жоқ. Барлығы Ресей құрамына кірсін, дейді Вольфтың немересі Владимир Жириновский. Бұл саяси месседждер Белоруссияда туындап жатқан мәселелерге байланысты екендігі түсінікті. Ресей Белоруссияда болып жатқан толқуларды ұнатпай жатқандығы да байқалады. Бірақ Жириновскийдің соңғы айтылған сөздері жай ғана сөз емес. Сайқымазақ, көңілге алмаңызда деген сайын ойына келгенде сайрай беруге де болмайды. Ешқандай республикалардың қажеті жоқ, барлығы Ресейдің астына кірсін деген сөздердің өзі менің бейбітшілігіме, тәуелсіздігіме қауіп төндіруде. Себебі ол жай ғана бір диванда отырған өтірік саясаткер емес, ол депутат, ол Ресей халқының өкілі, таңдаулысы. Менімен келіссеңіз, Жириновскийдің сөздері намысыңызға тиіп жатса, бұл видеомен өз достарыңызбен бөлісіңіз. Ішкі істер министрлігі Ресейге саяси нота жіберсін. Ресей мен Қазақстан арасында қарым-қатынасқа сөзім жоқ. Серіктес еліміз, оның үстіне біз көп ұлтты мемлекетпіз. Бірақ Жириновскийдің сөздері артық. Ресми кешірім, түсініктеме немесе саяси нота күтеміз. Бүгінге осы, сіздермен мен Болат, бұл жақсы болады арнасы. Белсенді болыңыздар достар, сонда ғана барлығы жақсы болады.